Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Сұңғат бұл қорқынышты түс жиі көретін. Әкесі жүкті анасын үйден қуып шығарып, өлсең өле бер, Лайла, мен бөтен балаға шыдай алмаймын, деп айқайлайды. Ол әкесінің киіміне жармасып жылайды. Анасы оған бірдеңе айқайлап қолын созады, бірақ бораннан оның тыныш даусын естіртпейді. Мен анаммен кетемін, деп 5 жасар бала батылдықпен әкесін итеріп, есіктен шығып кетпек болады. Бірақ күшті қол оны жағасынан ұстап алып, шүберек қуыршақтай еденге лақтырады. Содан кейін қараңғылық орнайды. Бұл жолы Сұңғат терлеп оянды. Бұл түстің ең қорқыныштысы бәрі шынайы болған еді. Кәсіпкердің әкесі сол жазда мас күйінде шомылып жүріп қайтыс болды. Үрей оның тамағын қайтадан қысты. Ол өскен ауылдың тұрғындары анасының қайда кеткенін білмеді. Мүмкін оның қазір қайда екені белгісіз ағасы немесе әпкесі бар шығар. Анасы да тірі болар. Ол асырап алған ата-анасын жақсы көрді. Олар оның кәсібін кеңейтіп, оны аяғына тұрғызды. Бірақ ол сол кезде не болғанын білгісі келді. Ескі көршісі оған ол қайтып келгенде былай деді: балапаным, анаң еш нәрсеге кінәлі емес. Ол сенің ақымақ әкеңе опасыздық жасамады. Мен дәл айта аламын. Мен Лайланың саған қарындас туып бергенін де білемін. Оның атын Самал деп қойды. Ал басқа ештеңе айта алмаймын. Бірақ сенің жаның үнемі қиналатынын көріп тұрмын. Сондықтан саған бұл құпияны аштым. Сен үнемі осында қайтып келесің. Ескі Зере бұл құпияны ол туған ауылына 30-дан астам рет келгеннен кейін айтты. Және басқа ештеңе айтқысы келмеді. Жалынды, ақша да берді. Бірақ бәрі пайдасыз болды. Ол өтірік айтты деп ойлады. Бірақ Сұңғат көршісінен тағы бір рет сұрауға келгенде, ол бұл дүниеде жоқ еді. Осылайша өткенге апаратын соңғы жіп үзілді. Сұңғат шындықты бір күні білетініне үмітін үзе бастады. Анасынан қалған жалғыз нәрсе оның фотосуреті. Әкесі қуып шығарған әйелінің барлық заттарын жойдым деп ойлаған еді. Бірақ таңертең бала ауладағы қарды әдеттегідей тазалау үшін кіреберіске шыққанда, алма ағашында анасының фотосуреті бар медальон ілініп тұрғанын көрді. Сұңғат оны әдейі қалдырды деп сенгісі келді. Кең иықты, қара көзді, қара шашты жігіт, ақ шашты, бұйра, нәзік сұлу, ұзын мойынды және қайғылы сұр көзді әйелге мүлдем ұқсамайтын. Ол әкесіне тартқан. Бұл үшін өзін жек көрді. Тіпті айнаға қарағысы келмеді. Өйткені ол анасы екеуінің бүкіл өмірін бұзған адамды еске түсіретін. Ұлым, сен бүгін ерте тұрдың ба? Деді оған асырап алған әкесі. Енді оның жалғыз қалғаны сол ғана еді. Оны асырап алған әйел 2 жыл бұрын оңтүстікке көптен бері көрмеген құрбысына барғанда суға батып кеткен еді. Сұңғат өзін тәрбиелеп аяғына тұрғызған адамды ешқашан тастамайтын еді. Оның нағыз әкесі сол ғана, ал қорқынышты түсте көрінген адам жай ғана түсініксіз жағдай еді. Әке, бір жаман сезім бар. Қалай түсіндірерімді де білмеймін, деді Сұңғат. Түс Сұңғатқа өмірінде қауіп төнген кездерде ғана көрінетін. Мен де ойлаймын, сен жаңа серіктестерге тым көп сеніп жүрсің. Олар бізге көп өнім әкелсе де, олармен келісімге отыруға ерте деп ойламайсың ба? Менің әкем бұрын да азаматтың бірдеңесі дұрыс емес екенін айтқан. Қызық жағдайға байланысты оның әйелі
Сұңғаттың есепшісі болып жұмыс істегеніне 3 жыл болған еді. Ол жаңа серіктеспен жұмыс істей бастаған кезде ғана бұл жағдай анықталды. Әке, мен сенің тағы да бұл есепшіні жұмыстан шығару керек деп айтатыныңды білемін. Бірақ ол азаматтың әйелі болғаны ештеңені білдірмейді. Ал келісімді ол ұсынып отыр. Шынымен де өте тиімді. Біздің өнім барлық ірі дүкендерде сатылатынын елестетіп көрші. Адамдардың жалақысын көтеруге болады. Көп пайдалы нәрсе жасауға болады, деді Сұңғат әкесіне. Дегенмен сен менің сөздерімді тағы да ойластырғаның жөн. Кәсіпте барлығына ұнап, кішіпейіл болу маңызды емес. Сен өзіңнің де қалауыңды айтуың керек. Өйткені сенің қол астыңда жұмыс істейтін адамдар да бар, деді әкесі бұл туралы бірнеше рет айтты. Бірақ ұлының ашуланып келіспейтінін көріп, күрсініп, жарайды, өз қателеріңді өзің жаса, сен әлі жассың. Айтпақшы, мен сенен мынаны сұрағым келеді. Жұмысқа жас әйелді алшы. Ол менің ауылдағы танысымның қызы. Түсінесің бе? Самал деп атайды меніңше. Біздің ауылда тұрған, содан кейін кетіп қалған. Ал енді 3 ай бұрын қайтып келген. Көмек керек, деді әкесі. Әке, мен кім етіп аламын? Сен білесің ғой, бізде әзірге бос жұмыс орындары жоқ, деп Сұңғат ренжіді. Ең болмаса тазалаушы етіп ал мен өзім тұрғын үймен көмектесемін. Ауылдан келіп кету алыс болады, деп өтінді әкесі. Жарайды, кез келген уақытта шыға берсін. Бізде тазалау бойынша фирмамен келісім шарт бар, бірақ оның мерзімі осы айда аяқталады, деді Сұңғат, және әкесімен қоштасуға асықты. Ол әкесінің жаңа серіктесі мен әйелі туралы дұрыс айтқанын сезді. Бірақ жаңа ынтымақтастықтың шарттары тым қызықтырды. Ештеңені өзгерткісі келмеді. Бірнеше күн өткен соң хатшы хабарлады. Сұңғат Асқарұлы, әкеңіз келді. Онымен бір жас әйел бар. Шақырайын ба? Әке мұнда ма? Деп таң қалды Сұңғат. Әйелі қайтыс болғаннан кейін әкесі кеңсеге бірде-бір рет келмеген еді. Ол өзі қабылдау бөлмесіне жүгіріп шықты. Оның алдында шынымен де әкесі тұрды. Ал жанында өте нәзік тері түсті, бұйра нәзік келген сүйкімді ақ шашты қыз тұрды. Ол үнсіз Сұңғатқа қандай да бір өте мұқият көзбен қарады. Балам, бұл Самал. Ол уақытша сөйлемейді, бірақ өте ақылды және еңбекқор болады. Сен де жұмыс істейді, деді әкесі. Әрине, өтіңіздер. Әке, сізде қаржылық білім бар екенін айттыңыз. Егер бізде қандай да бір бос жұмыс орын босаса, сіздің жоғарылауыңызды ұйымдастыруға тырысамыз. Ал әзірге тек тазалаушы орны ғана бар. Сұңғат әкесінің есін жинап жатқанына соншалықты қуанды. Ол кез келген адамды жұмысқа алар еді. Шындығында олар тазалау бойынша фирмамен жұмыс істеді. Бірақ ақыр соңында ол оларға ештеңе міндетті емес қой. Қыз басын изеді. Ал Сұңғат хатшыдан құрал жабдықтарды және бәрі сақталатын қосалқы бөлмені көрсетуді сұрады. Сондай-ақ барлық қызметкерлерге жаңа әріптесінің сөйлемейтінін хабарлауды тапсырды. Ыңғайсыз жағдайлар болмас үшін. Алайда жанжал сол аптада болды. Бұл Самал менің қағаздарымды ақтарып жүр, деп есепші айқайлап, тазалаушыны дереу жұмыстан шығаруды талап етті. Мадина, саған солай көрінген шығар. Самал біздің адамымыз, ол ешқандай тыңшы емес, деп Сұңғат Самалды қорғады. Егер бұл ауылдық еден жуушы және мылқау мүгедек саған ақшадан да маңызды болса,
мен бүгін күйеуіме сенің бізді қалай сыйлайтыныңды айтамын, деп Мадина айқайлады және мысқылдап қосты. Мүмкін сен оны мені тексеру үшін жалдаған шығарсың. Неге екенін білмеймін, бірақ бұл сөздерден кейін Мадинаны сол көзі қорқатын нәрсесі бар сияқты дірілдеді. Мадина, мен Самалды жұмыстан шығармаймын. Ал егер сен оны тағы да қорласаң, сен мұнда жұмыс істемейсің. Айтпақшы, мен сенен бұрыннан сұрағым келген еді. Азамат бай адам, саған үйде отыруға неге болмайды? Менің фирмамда неге жұмыс істейсің? Бізде аз төлейді, деп Сұңғат бұл сұрақтарды бұрыннан қойғысы келген еді. Ал енді есепші оны ашуландырғандықтан батылдық жинады. Сен мені күйеуіме қызмет етуден басқа ештеңеге жарамайды деп тұрсың ба? Мен ақша таба алмаймын ба? Дами алмаймын ба? Деп Мадина шынайы истерика жасады және өзіне ұжым ұнайтынын және қандай да бір жаңадан келген еден жуушының кесірінен оған күдік келтіргеніне қатты ренжіді. Жарайды, мен сені түсіндім. Бірақ Самалды енді қорламашы, деді Сұңғат. Және әкесінің дұрыс айтқанын ойлады. Бір аптадан кейін ол Азаматпен келісімшарт жасады. Содан кейін Мадинаның орнына адам іздеп көреді. Әйтпесе серіктеспен тым жақын қарым-қатынас болып тұр. Жанжал басылып, барлық қызметкерлер тарқап кеткенде Самал шаруашылық бөлмесінің есігін ақырын ашты. Бүгін ол есепшінің қағаздарынан маңызды іс тапты. Ол бірнеше күннен бері Мадинаны бақылап жүрген еді. Әйелдер бөлмесінде күйеуі Азаматпен әңгімесін кездейсоқ естігеннен бері Азамат келісімшартты тезірек жасауға болмай ма? Сенің талаптарыңды есепте дұрыс қылып жатырмын. Ал егер мені ұстап алса не болады? Деп сұр костюм киген толық қара шашты әйел айтты. Түтіктің екінші жағында не айтылғаны естілмеді. Бірақ Мадина күйеуін жанжалдасып, әдейі салықтан жалтырататынына сендірді. Осылайша, егер Сұңғат қарсылық білдірсе, оған қысым көрсетуге болады. Самал әңгіменің қалған бөлігін естімеді. Дәретханаға біреу кірді. Ал ол әйелдер бөлмесінде бөгде көздерден жасырылған тазалау құралдары бар бөлек бөлім болғанына Құдайға шүкіршілік етті. Егер Самал ол бөлмеге кірмесе, ештеңе де естімес еді. Анасы Самалдың тазалаушы болып жұмыс істеуге мәжбүр болғанына алаңдады. Сондықтан оның қаржылық білімі пайдаға асты. Бірақ өмірде ештеңе жайдан-жай болмайды. Самал бірнеше жыл бұрын олардың пәтеріне ұрылар кіргеннен кейін мылқау болғанын есіне түсірді. Олар анасымен екінші қабатта тұрды және терезелерді торлармен қорғауды ойламады. Бірақ айлакер ұрылар баспалдақ қойды. Анасы сол кезде қатты ауырып, ұйықтататын дәрі ішіп, ұйықтап қалған еді. Сондықтан Самал оны оятуға жүгіргенде кеш болар. Сондықтан ол бірінші кезекте полицияға қоңырау шалды. Содан кейін терезені ашып, бар даусымен айқайлады. Бұл жерден кетіңдер, бізді өртеп жатыр. Самал ақылды қыз болды және егер олар ұрлап жатыр немесе өлтіріп жатыр деп айқайласа, ешкім жауап бермейтінін, ал жалғыз баспананы өртеушілерге ешкім бей-жай қарамайтынын түсінді. Бетперде киген адам ашуланып, оны басынан бар күшімен ұрды. Сонымен қатар шашынан терезеден сүйреп шығармақшы болды. Осы жағдайдан кейін ол шашын қысқа етіп қидырды. Дәрігерлер жеңіл ми шайқауын анықтады, бірақ сөйлеу қабілеті қайта оралмады. Осылайша түнгі ұрылар оның болашағын және қалыпты өмір сүру құқығын ұрлады. Анасы ұрыларды көршілер ұстап алғанда оянды.
Ол қызының еденде ес-түссіз жатқанын тауып жедел жәрдем шақырды. Енді анасы өзін кінәламайтын күн жоқ еді. Олар пәтерді сатты. Анасы сол кезде: «Самал, өткеннен қашып құтыла алмайсың. Егер пәтерді үйге ауыстырсақ, жинақ ақша қалады. Мен сені емдеп көремін», деді. Самал анасының ауылда көп таныстары бар екенін білді. Ол бір кездері көрші ауылда тұрған және дәрігер болып жұмыс істеген. Сондықтан оны бәрі жақсы көрді. Ал күйеуі мас күйінде оны кешкісін науқасқа баруы жайдан жай емес роман бастады деп шешеді. Және оны ауылға паналатты. Ол кез келген адам емес. Самалдың ағасын әкесі суға батып кеткенде асырап алған Асқар Жалғасұлы еді. Оның үстіне бір кездері ол және оның әйелі Самалды қызы етіп алу туралы сөз болған. Өйткені анасы түнде тас жолға жаяу кетіп бара жатқанда жеңіл киініп аяғын үсітіп алды. Ал ауылдан ешкім көмектеспеді. Өйткені Самалдың әкесі жақында араққа салынған еді. Ал оған дейін өте жаман адамның басты көмекшісі болғандықтан бәрі қорқатын. Дегенмен сол қаскөйді жазда өлтірді. Ал оның сыбайластарымен таңғаларлық түрде бірдеңе болды. Бәрі аяқталды. «Анам, сен неге сұңғатты алмадың аяғыңа тұрғаннан кейін?» деп Самал анасынан есейген кезде сұрады. «Түсінесің бе? Ол Сәуле тәтені анам, ал Асқар ағайды әкем деп атай бастады. Ал бір рет келгенімде мені танымады да қорқып жылады. Сондықтан мен оған сол жерде жақсырақ болады деп ойладым. Ұлымен болған жағдай оны қатты қинады. Ол сұңғатқа деген құқығынан тек өзі айтқан себеппен ғана бас тартқан жоқ. Оның марқұм күйеуі мүше болған банданың бәсекелестері көп жыл бұрын белгісіз бағытта жоғалып кеткен үлкен ақшаны іздеді. Ал егер анасы пайда болса, олар оны өлтірер еді. Бандиттермен болған жағдайдан кейін олар анасы екеуін қалай болғанда да тапты. Бірақ олардың қайда екенін тек Зере ғана білетін. Ол оларды ешқашан сатпаған болар еді. Самал анасынан неге мұндай адаммен байланысқанын сұрады. Ал анасы күрсініп: «Сен ол бірден осындай болды деп ойлайсың ба? Мен оның мінезін түзетеді деп үміттендім», деді. Самал үнсіз қалды да және енді ештеңе сұрамады. Анасы екеуі кейде бір-біріне жазбалар жазып, немесе Самал айтылған сөзді компьютерде робот даусымен айтатын. Бұл олар үйреніп алған ымдау тілімен сөйлегеннен гөрі ыңғайлы болды. Осылайша Самал бір апта бойы есепшінің құжаттарын өзгертіп жатты. Есепшінің бастығының рұқсатынсыз салықтарды төлемегенін білді. Бұл өте қиын болған жоқ. Ол тіпті түнде бәрін үлгеру үшін жұмыста жиналмалы кереует қойды. Ұйықтауға да уақыт қалды. Самал ағасына көмектесе алғанына қуанды және тіпті өзін кінәлі сезінді. Ол туған анасымен өсті, ал сұңғатты өте жақсы болса да бөтен адамдар тәрбиеледі. Шын мәнінде құжаттармен әрекет жасау оңай болды. Мадина өте өркөкірек еді. Самалдың қабілетін дұрыс бағаламаған. Оның столында мүлдем басқа есептер жатты. Мадинаның ашулануының барлық себебі оның күйеуі Азаматтың Сұңғатпен кездесуінде сүйкімді қызды көріп қалғанын еді. Азамат сүйкімді тазалаушыны көргенде тілін шарт еткізіп: «Бізге кеңсеге осындай қыз керек еді», деп күбірледі. Оның әйелінің оны бақылап тұрғанын білмеді. Самалға бірнеше күмәнді комплименттер айту ақымақтығын жасады. Мадина мұның бәрін байқағанын жасырса да, бәсекелесіне ашулана берді. Маңызды келіссөздер күні келді. Азамат ең жақсы костюмін киіп,
өз-өзіне риза болып отырды. Мадина тәуелсіз тұлға ретінде мен барлық есептерді талдадым және келісімнің өте тиімді екенінің дәлелі бар, деді. Ол хатшы әкелген есептерді үлкен экранда көрсетті. Бәрі қатып қалды. Сандар азаматтың мүлдем тиімсіз шарттарды ұсынып, ғарыштық ауқымдағы бағаларды ұсынып жатқанын анық көрсетті. Мұның бәрі ұсақ әріптермен жазылған еді. Бұл ақымақ не істеп жатыр? Олар оған не үшін ақша төледі? Серіктестер Сұңғаттың олармен ешқашан жұмыс істемейтінін түсінді. Мадина ештеңе түсіне алмады. Ол бозарып қатып қалды. Бұл кезде Азамат орнынан тұрып, менде әлі де козыр бар, Сұңғат. Егер сен бізге акциялардың бақылау пакетін біздің шарттарымызбен бермесеңіз, сіздің салықтармен жасаған алаяқтарыңыздың бәріне белгілі болады, деді. Ол әйеліне ишара жасады. Ал ол Сұңғаттың мемлекеттен ірі сомаларды жасырғанын растайтын қажетті қағаздар жатқан қызыл қалтаны алды. Азамат құжаттарды қарап жатқанда аузынан боғау сөздер шықты. Ол әйелін жағасынан ұстап алып, сен не істеп жатырсың? Сен ақымақсың ба? Сен бұл Сұңғатпен ұйықтап жүрсің бе? Деп айқайлады. Ол қағаздарды үстелге лақтырды. Сұңғат оларды мұқият қарап шығып, есепшінің оны осы уақытқа дейін қалай алдағысы келгенінің дәлелін көрді. Бірақ дәлелдерге тек Мадина қарсы болды. Бұл кезде Самал кіріп, қолында қағаздардың үйіндісі болды. Оның жанында бейтаныс әйел тұрды. Ол әйел медальондағы әйелге қатты ұқсады. Енді ғана Сұңғат неге Самалдың оған осы уақытқа дейін соншалықты таныс болып көргенін түсінді. Ал ол оның анасының көшірмесі еді. Сіз мынаны іздеп жүрсіз бе? Менің қызым мұнда бекер жұмыс істемеген сияқты, деді Лайла. Содан кейін Сұңғатқа келіп, оны құшақтады. Ол ештеңе айта алмады, жай ғана диванға отыра кетті. Және келіссөздер бөлмесінің қалай босап қалғанын да байқамады. Самал, неге сен бірден айтпадың? Деп Сұңғат ақылына қайта келгенде сұрады. Сенің асырап алған әкең мені сенің көмектесуімді сұрады. Азамат пен Мадина оны алаңдатты. Сонымен қатар бұл танысудың жақсы тәсілі болды, деп қарындасы қағазға жазды. Анасы тіпті ештеңе айта алмады. Тек жылап Сұңғаттан үнемі кешірім сұрады. Асырап алған әкесі, сен қарындасыңа уайымдама, оны ең жақсы хирургке емделуге жаздырдым. Ол қазір кейде сөйлей алады, бірақ ең маңыздысы, ол оның жүрегін жаулап алды. Енді серік оның емделуі үшін бәрін жасайды. Жалпы ересек әйелдің жеке өмірін талқылау дұрыс емес, деді Самал компьютердің көмегімен. Содан кейін өзінің даусымен тұтығып қосты. Кешір, әңгіме қылғанымыз үшін. Сәтті уақыт келіп тұрғанда мен де жаңалығымды айтайын. Зеренің шөбересіне үйленуге шештім. Ол мені әкем деп атауға тілім бармайтын, құбыжықпен жалғыз қалған кезде біраз уақыт жасырған еді. Біз онымен әрқашан байланыста болдық, ал енді бір-бірімізді жақсы көріп қалдық, деп мойындады Сұңғат. Бұл ауыл үшін жаңа сиыр тұқымын сатып алған Айгерім бе? Енді онда ірімшік зауыты бар ғой. Мен бұдан жақсысын тілей алмас едім, деп Сұңғаттың әкесі қуанды. Ал Сұңғат асығыс үйлену тойының себебі Самалдың жиені, ал ата-анасының немересі болатынын жасырмауға шешті. Жоқ, мен сенің кешіріміңе мүлдем лайық емеспін. Кетемін, ешкімге кедергі келтірмеймін, деп Лайла ешқашан тыныштала алмады. Анам, тоқташы, мен саған қаншалықты қажет екеніңді ойламадың ба? Сен маған әрқашан керексің. Сен Самал екеуің бір-біріңнің көшірмесісіңдер ғой.
«Иә, анашым, мен сені қатты жақсы көремін», деп Самал өз даусымен жауап берді. Оған өз даусымен сөйлеу үшін ешқандай қағаздың да, компьютердің де қажеті болмады. Бұл емделу басталғаннан кейін ол айта алған ең ұзын сөз тіркесі еді.